Ойын кәна мұнафиқан, ал енді әлгі өлген адам мұнафық болса. Мұнафық енді екі түрлі болады. Ол 200-ді адам дейді. Сенімдегі 200 адам ол дінсіз болып есептеледі. Амалдағы 200 адам ол мұсылман, бірақ күнәһар болып есептеледі. Амалдағы қарай, мысалы, пайғамбарымыз айтты, аятул мұнафиқи салас. 200-ліктің 3 белгісі бар. Сөйлесе өтірік айтады, уәде берсе бұзады, аманатқа қиянат жасайды. Бұл адам діннен шыққамайды, бірақ күнәһар болып есептеледі. Ал енді сенімдегі 200-лік қандай? Ол өзін мұсылман болып көрсетеді, бірақ жүрегімен мұсылман емес. Ол мұнафық. Ол тозақта кәпірлердің ең астында болады. Ең қатты азапты солар шегеді. Ақидада болған, сенімде болған 200-лі. Ойын кәна мұнафиқан қала. Мұнафиқ адам болсақ айтады. Самиғту наса яқулу фақулту мислаху ла адри. Адамдардың айтып жүргенін естідім, солай айтамын, мен ол туралы білмеймін деді. Фаяқулани, екі періште айтады, Мұнкар Накир. Қат күнна нағламу, біз білгенбіз. Иннака тақулу, сен білмеймін деп жауап беретінді дейді. Әлбетте олар біледі. Фаюқолу лил арт, сонда мына жерге бұйрық беріледі. Илтаими алейхи, қыс дейді екеуін. Қыс дейді. Фәтәлтаиму алейхи, тахталифу адла, сөйтіп қысат, олардың қабырғалары айқасат дейді. Фәлә язалу фиха муғазибан хатта ябъасуху Аллаху тағала мин матжарихи иля зәлик, сөйтіп Алла қайта тірілткенге дейін осы азап тоқтамайды дейді. Осы азап тоқтамайды дейді. Уахуа ли кулли мәйитин сағирин ау кәбирин. Бұл барлық үлкенді кішілі мәйітке тиісті дейді. Жас үлкен деп бөлмейді. Фәясәлу иза ғаба анхул адамиин. Үлкен болсын мәйіт, кіші болсын, адам баласы әнжеден 40 қадам деп жатамыз ғой, сол кеткен уақыттан бастап сұрақ басталады дейді. Уа иза мата фил маи, мысалы суда өлді, балық жеп кетті, жұрнағы табылмады. Ау акалаху саб, жыртқышан жеп қойды. Аллаху акбар, жоқ, не сүйегі жоқ, не ештеңесі жоқ. Фахуа мас'улун, ол адамда қабір болады, сұралады. Естеріңізде болсын. Жанып кете ме, тұққамай ұшып кете ме, оны жерлемей жаңағы мумиолап қоп қоя ма, барлығына қабір азабы мен рақаты болады, яғни сұрақ болады. Ол мысалы бальзамдалып тұрған адамдардың бәрі вроде көзге көніп тұрғанмен, оларда азап сұрақ бәрі болады. والأصح أن الأنبياء عليهم السلام لا يسألون بإشارة هذه الأحاديث. Енді ғалымдарымыз айтады, осы хадистерден түсінгенімізді дейді, пайғамбарларға сұрақ болмайды. Пайғамбарларға қабірде сұрақ болмайды. Қалай сұрақ болады? Олардан пайғамбар жайлы сұраса. А пайғамбардан кімді сұрайды? Сондықтан Мұсаның қауымынан Мұсаны сұрайды, Исаның қауымынан Исаны сұрайды, Яқубтың қауымынан Яқубты, Закарияның қауымынан Закарияны сұрайды, Ибрахим қауымынан Ибрахимді сұрайды. Ал Мұхаммед саллаллаху алейхи салам үмметінен Мұхаммед алейхиссаламды сұрайды. Ва юсәлу атфалл муъминин. Енді имам Абу Ханифа мұсылмандардың, момындардың балалары сұралады дейді. Сондықтан мүмкіндігінше балаларымызға не, дінің не, пайғамбарың кім, Раббың кім, кітабың не деп естеуіміз керек, үйретіп қойымыз керек. Ва Абу Ханифата радиаллаху анху таваққафа фи атбал мушрикина фи суар. Ал енді мүшриктің балалары жайлы сұралғанда Абу Ханифа рахимахулла бұған жауап бермеді дейді. Не сұралады, не сұралмайды, Алла біледі. Бірақ нақты жауап бермеді дейді.
ودخول الجنة وعذاب القبر للكفار ولبعض غصة من المؤمنين. Ал енді қабір азабы дінсіздер үшін болады 100%. Және кейбір күнәһар мұсылмандарға болады. Қабірдің азабы кімге болады? Дінсіз адамдар мен күнәһар мұсылмандар үшін болады.